Достар, бүгін жаңа жарнамада Арай 2-ші мөлтек ауданынан 3-ші үйден 1-ші қабатынан 3 бөлмелі пәтер көрмекшіміз. Пәтеріміз ортаңғы бөлікте, жалпы ауданы 72 шаршы метрді құрайды. Бұл үйдің салынған жылы 2015. Осы Арайдағы барлық үйлердің салынған жылдары бірдей және материалдары қызыл кірпіш. Пәтеріміз жаңа атап кеткеніміздей 1-ші қабатта орналасқан 3 бөлмелік, жалпы ауданы 72 шаршы метрді құрайды. Енді пәтеріміздің ішкі бетіне қарай өтіп, проектісімен және де бөлмелермен танысатын боламыз. Пәтердің ішкі кіреберісі. Жалпы осы Арай 2 және Арай 3 осы кейініректен, яғни 2015 жылдан кейінгі салынған үйлердегі проектілер осындай. Өте жақсы. Кең проект және де осы тұста кладовкасымен бірге. Бұл бізде кіреберіс. Осы кіреберістен солға қарай үйдің 1-ші жатын бөлмесі. Жалпы үйдің жөндеуі жақсы. Пәтердің жалпы ауданы 72 шаршы метрді құрайды. Және үйдің едені толықтай ламинат, ал оның асты бетон, яғни стяжка. Ал бұл пәтердің 2-ші жатын бөлмесі. Осы бір тұсында балконымыз орналасқан. Мына тұсымызда жаңағы атап кеткен кладовкамыз. Ал былай қарай жүретін болсақ, үйдің қонақ қабылдау бөлмесі және оның арғы тұсында үйдің кең лоджиясы орналасқан. Ал мына тұсымызда үйдің санузелдері орналасқан. Бұл бізде әжетхана, толықтай кафельденген. Және одан кейін үйдің жуыну бөлмесі. Бұл тұста толықтай кафельденген және де ваннаның орнына мұнда душевой орнатылған. Енді үйдің ас бөлмесіне қарай өтетін боламыз. Қарай. Үйдің ас бөлмесі. Жалпы пәтердің сипаты осы. Пәтердің жалпы ауданы атап кеткенімізде 72 шаршы метрді құрайды. Пәтер 1-ші қабатта, ортаңғы бөлікте. Көру үшін төмендегі телефон номеріне хабарлассаңыздар болады.